Қайырлы күн. Мен бүгін әр үйде ең көп пісірілетін манты тағамының сочный болып пісу құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымызға тұз, кішкене май құйып, жылы сумен осылай қаттылау етіп қамыр илеп, алдын ала тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында арасына қосатын ингредиенттерін дайындаймыз. Мен жарты капуста, 2 пиязды майдалап турап, үстіне 1 сәбізді үккіштен өткізіп қостым. Кеңде ыдысымызға салып, фаршын салмай тұрып, тұзын, бұрышын, өздеріңізге қажет специяларын қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Және де араластырып болғаннан кейін үстіне ет тартқыштан өткізілген 1 килограмм сиыр етін қосып, жақсылап араластырып, фаршын дайындап алдым. Алдын ала илеп, дайындап қойған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп, жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырды алдын ала илеп дайындап қойсаңыздар, июі қанған қамыр жақсы жайылады, өздеріңіз де білесіздер. Сол үшін осылай алдын ала дайындап қойыңыздар. Жұқа етіп жайып, осындай бөліктерге бөліп, барлық мантыларымызды түйіп шықтым. Және де манты қазанымызға жақсылап орналастырып, 1 сағатқа пісіруге, қайнап тұрған суға пісіруге қойдым. 1 сағат піскен мантымыздың үстіне қайнатқан суымыздан алып, осы манты қайнатып пісірген суымыздан алып, 1 стакан су құйып жібересіздер. Сол кезде манты сочный болып шығады. Кейбір кезде мантыларымыз құрғақ болып қалады, кейбір кезде арасы фарштары топаршақ болып қалып жатады. Осындай келеңсіз болмау үшін осы фишканы қолданыңыздар. 1 стакан су алып үстіне құйып жіберсеңіздер, кез келген манты өте дәмді, сочный болып шығады. Өздеріңіз қалауларыңызша үстін әсемдеп жей берсеңіздер болады. Мен осылай постоянно осылай жасаймын. Осы рецепті қолданып көріңіздер. Қарапайым рецепт, бірақ өте дәмді, сочный болып шығады. Видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.